Армысыздар, құрметті оқырмандар. Мен бүгін мына терезенің алдында өсіп тұрған геран гүлін түсіріп тұрмын. Бұл міне жапырақтары бәрі жақсы өсіп тұр. Бірақ гүлдемей тұр. Бірақ мен әлеуметтік желіден оқып осының гүлдеу үшін мына сабағым мынандай міне иінеменен әр жерінен тесіп қою керек дегенді оқыдым да осылай тесіп қойдым. Қанша уақыт, 3 аптадай уақыт өтті, бірақ мен бұрын гүлдегенін көре алмай тұрмын. Сондықтан мен сіздерге айтайын дегенім, әлеуметтік желіде бері шығып жатқан кеңестердің барлығы да бірдей тиімді деп айта алмаймын. Міне осы гүлдің гүлдеуіне жаңағы тәсілдің ешқандай себебі тиген жоқ. Тек әртүрлі сондай әлеуметтік желіде шыққан тәсілдерді пайдаланам деп өсіп тұрған жақсы гүлдеріңізді әлсіретіп жаңағы өлтіріп алуларыңыз мүмкін. Сондықтан әлеуметтік желіде шыққандардың бәрін тәсілдерін қолдана берудің пайдасы шамалы. Ал менің сіздерден сұрайтыным осы мына геран гүлінің қысты күні жақсы гүлдеуіне қандай да бір әдіс тәсілді білетін болсаңыздар, менің каналыма жазылып, комментарий жазып, ақыл кеңестеріңізді берулеріңізді сұраймын. Алдын ала берген кеңестеріңізге, комментарийлеріңізге көп рахмет.